Сапар үйленді деген жаңалық ормандағы өрттей қаулап, ауыл арасына тез тарады. Бұл сүйінші хабарға әсіресе Сапардың қос қарындасы Ахиля мен Балзия жүрегі жарыла қуанды. Сапардың алғашқы әйелі Дананы аты жаман ауру меңдеп, күресе алмаған күйі 3 баланы жетім қалдырып, о дүниеге аттанып кеткен еді. Араға жылдар салып, Сапар Шырай есімді келіншекпен танысады. Бұрын есік көрген әйел ер адамның бабын қалай тауып, көңілінен шығуды жақсы білетін. Бірнеше рет кездесіп жүріп, Сапар Шырайды ер жетіп қалған 2 ұлымен бірге аламын деген шешімге келді. Екеуі бір-бірінің алғашқы некеден туған балаларын өгейсітпей, бөліп жармай, өз баламмен тең көремін деп уәделесіп, барлығы бірге тұратын болып келісті. Боларынан боладысы қызық той бір күнге өте шықты. Шырай Ерзаты мен Нұрзатын алып, Сапардың үйіне көшіп келді. Үйге кірген бетте бірден көзге түсетін төрде ілулі тұрған Дананың портреті Шырайдың жүрегін бір зырқ еткізді. Бірінші әйелін әлі ұмыта алмағаны ма деген арам ой сумаң етіп суретті алғызып тастағысы келіп тұрды да, қайтыс болған адамнан қызғанудың жөні жоқ шығар деген сабырға келді. Келе сала заттарын жайғастырып, үйді мұнтаздай етіп тазалады. Тойдан кейін келімді-кетімді кісі қарасы көп болды. Шырай бар тәттісін сол қонақтардың алдына тосып, дастарханын жайнатып, Сапардың қас қабағын бағумен болды. Ақ көкелеп алдына түсіп, құрақ ұшып жүгіріп жүрген жаңа келін, кіші қызының қолында тұратын қайын атасының да, қос қайын сіңлісінің де, бүкіл туған туысының да көңілінен шықты. Киімінің мойын ойығы омырауына дейін түсіп тұратын, сырт келбетіне көп көңіл бөлетін аққұбаша келген ажарлы әйел ауылдағы сұр бойдақтардың да аузының суын құртатын. Той болатын уақытқа жоспарланған еңбек демалысы аяқталып, Сапар қалаға 15 күндік жұмысына кетті. Шырай өзінің 2 ұлы Ерзат пен Нұрзатқа және Сапардың 3 баласы Ақгүл мен Ықылас Шахназға бас көз болып үйге қалды. Ағасы жоқта жаңа түскен жеңгесін жалғызсыратпайын деп, Ахиля 2 баласын ертіп қонақ боп келді. Шырай қайын сіңлісі мен жиендерін құшақтап, құшақ жая қарсы алды. Өзі шебер дайындайтын шашпа палауын жасап, тәтті-пәтті әкелуге дүкенге жүгірді. Мол қылып сүтін қатып, қоюлап шай ішіп, жеңгелі қайын сіңлі дастархан басында сырласып ұзақ отырды. Жылы ұшыраған жеңгесіне Ахиля бар сырын бүкпесіз жайып айтты. Кеш қарайып үйіне кетуге жиналған қайын сіңлісіне Шырай қонып кетуін өтініп қолқа салды. Орталарына жаңа қосылған Шырайды жақсы көретін жиендері де, «Я, қонайықшы» деп шу ете түсті. Әкелерің ұрсады ғой деген Ахиля балалардың көңілін қимай, оларды бір күнге нағашысының үйіне қалдырып, өзі үйіне қайтты. Ертесіне үйіне оралған Ахиляның балалары: «Анашым, Шырай әпке керемет кісі екен. Тек өзінің балаларын ұрсады. Ықыластарды Шахназ екеуі шулап ойнап жүрсе де, ұрыспай, жаным деп еркелетеді. Ал Ерзат пен Нұрзатты ұрып тастайды» деп балалық балаң көңілін көрген білгенін айтып салды. Бұл сөз Ахиляны ойландырып тастады. Жұмыс күні аяқталып, Сапар үйіне 15 күнге демалысқа келгенде, Ахиля оларды қонаққа шақырды. Жаңа басталған жұбайлық өмірлерінің қызықтарын айтып отырған Сапар: «Шырай кейде мені көргенде қобалжып кете ме, әйтеуір 2 жұмыртқа қуырса, бір уыс тұз салып береді. Ішіндегі жұмырт оның үстіне өзіне айтсаң, бұртиып ренжитінін қайтерсің. Сонда көңілімнен шықпаған нәрсені айтпай жүре беруім керек пе? Сен де әйел затсың ғой,
өзің айтшы, Ахиля, деді ағасы. Ұсақ түйекті сөз қылып қайтесіз, аға? Жеңгем байқамай тұзды көп қосып жіберсе, сізге деген махаббат шығар. Осылай Сапар жұмысқа кеткен сайын Ақиля мен Балзия Шырайға кезек-кезек барып, бірде оны өздеріне қонақ қылып шақырып, сырлас, мұңдас болып жүрді. Бұл кезде Шырай жұмысқа шықпай, балалардың тәрбиесімен айналысып, үйде отырған. Шырайға ермек болсын деп, әрі бір тиынды екеу қылсын, артық етпесін деп, үйінің жанынан азық-түлік дүкенін ашып берген еді. Дүкенді бір жасқа жетіп қалған екеуінің ортақ баласы Жаннұрдың есімімен атады. Сапар ауылға келгенде дүкенге керек жарағын өзі алып келеді. Ол қалаға жұмысқа кеткен кезде Шырай жанына Ықылас пен Шахназды ертіп, дүкенде таусылып қалған азық-түлікті базардан үшеуі таситын. Бір күні Шырай Ахиляның үйіне келді. Өңі солғын, жаман хабар әкелген адамдай тұнжырап тұр. Ахиля не ойларын білмей, аяғын жылдан басып шайды отқа қойып, мән жайды білмекке асықты. Азар болса, ағам ренжіткен болар деген ойға келді. Бұрында әңгімесінің арасында Шырай ыстық суғымыз басылып қалғандай. Қатты ашуланса, ағаң мені ұрып, тіпті теуіп тастаған кезі де болды. Бірақ бәрібір менен теріс айналған емес. Қайта кешірім сұрап, түк болмағандай татуласып аламыз, деп күліп отырып айтатын. Ахиля түстенуге келген күйін жұмысына жөнелтіп, Шырайды әңгімеге тартты. Ой, Еркежан, саған қалай айтарымды, неден бастарымды да білмей отырмын, деді Шырай. Ерзат пен Нұрзат қалаға оқуға кеткен соң, дүкенге азық-түлік алуға Ықылас пен Шахназды ертіп кетуші едім ғой. Алған тауарларымды көтерсетін күштері болмаса да, балалар тірлікке ертерек араласа берсін. Бар жоқтың не екенін біліп, ақшаның оңай келмейтінін ұғып өссін, деген ойым еді. Оларға оң тәрбие берем деп жүріп, өзінің басын бәлеге қалады деп ойладым ба? Қысқасы, сауда орталықтарына, базарға барған сайын Ықылас ұрлық жасайтынын байқадым. Бір емес, бірнеше рет ұстап алдым. Ұрлығыңды қой, әкеңе айтамын деп қорқытып та көрдім. Ұрсып та, жай айтып та байқадым. Нәтиже шығар емес. Не істесем болады? Бір нәрсе ұрлайтындай, мен оларды ештеңеден тарықтырып жатқан жоқпын. Не ішем, не жейім десе дүкенде тұр. Қалағандарын алады. Туған шешесінің қолының суғанағы болған деп естуші едім. Қаны жібермейді екен. Әкесіне айтып жағдайды ушықтырмай тұрып, алдымен өзіңмен ақылдасайын деп келдім. Ақиля ағасының баласы туралы мұндай әңгіме естеймін деп ойламаған. Отырған орнында қалшиды да қалды. Тіпті не дерімді білмеймін. Әкесіне айтпағаныңыз дұрыс болған. Жас өспірім кезге енді жетіп қалды ғой. Ағам қандай жаза қолданарын кім білсін. Ықылас өзіне бірдеңе істеп қояма деп қорқамын. Сіз де қыспаққа алмай қоя тұрыңыз. Асықпай ойланып, ақылдасып шешейік, деді Ахиля, аздап өз-өзіне келген соң. Бір күні Ықылас Ахиляның үйіне алқынып, жүгіріп жетіп келді. Білегінен қан тамшылап тұр екен. Ахиля бірден тамырын кеспек болған ғой деп ойлап, жан ұшыра жанына жүгіріп барды. Қолын байлайтын дәке іздеп, сасқаннан біресе ары, біресе бері жүгіріп жүр. Баласы үйден бір мата тауып алып келді. Ықыластың қолын таңып болғаннан кейін ғана Ахиля өзін-өзі сабырға шақырып, білгісі кеп бара жатса да, баланы алқымынан алмай не болды деп сұрамады. Байыппен отырып шай берді. Ішіне ел қонған соң әңгімені Ықыластың өзі бастады. Әпке, мен енді ол үйде тұра алмаймын. Сіздермен бірге тұрсам бола ма? Әрине болады. Бірақ неге?
Анау Шырай деген менің қолымды пышақпен кесем деп қорқытты. Бүгін қатты ашуланып, кесе алмайсыз деп едім. Міне, тіліп тастады. Ол айтқанын тыңдайтын ақ күлді ғана ұрмайды. Оған тек ұрсады. Ал Шахназ әлі кішкентай ғой. Кейде не айтқанын ұмытып кетеді. Сондай кезде оңдырмай сабайды. Қарындасымды қорғаймын деп мен де бірге таяқ жеймін. Екеумізді даладағы әжетханаға қамап қояды. Бір күн бойы шай тамақ бермейді. Әкем үйде болған 15 күн ғана өмір. Ол кезде ана жалмауыз кемпір өзгеріп кетеді. Бізді өтірік құшақтап, сүйіп еркелетеді. Әкеміз жұмысқа кеткеннен бастап үйіміз түрмеге айналады. Ешкім артық сөйлемейді, күлмейді. Тіпті диванға да отырмаймыз. Бетіне пакет төсеп қояды. Біз кірмесін деп барлық бөлменің есігін кілттеп тастайды. 6 бөлмелі үйде емес, бір бөлмеде тұрамыз біз. Бәріміз ас үйде шай ішіп, сол жерде ұйықтаймыз. Бірдеңе болса, оқтауын алып жүгіреді. Кеше Шахназға ыдысты дұрыс жумадың деп, айқайлап, ұзын шашын тақырлап алып тастады. Әкеңе шашына бит түсіп кетті деп айтасыңдар деді. Шашына тимеңіз деп араша болып едім. Маған сені әкеңе ұры деп айтамын деді. Ал негізі ұрлықты өзі жасатады. Күн ыстық болса да, жеңі ұзын қалың киім кигізіп алып барады. Әр дүкенге кірген сайын шампунды жеңіңе салып шық, төс қалтаңа колбаса салып алып шық деп көп затты ұрлатады. Қарсыластан үйге келген соң аямайды. Сазайыңды береді. Осы уақытқа дейін неге айтпайсыңдар? Біреуге айтсаң, одан ары қиналасың деді. Әр нәрседен ілік тауып, Шахназ екеумізді күн сайын қорлайды, сабайды. Мен енді ол үйге бармаймын, жібермеңізші, өтінемін. Ахилия ұзақ ойланды. Шырайды сотқа беріп, аналық құқығынан айырғысы келді. Алайда, інісінің сөзіне өзі кәміл сенгенімен, оны құр сөзбен айтып, ешкімге дәлелдей алмайтынын түсінді. Талай таңды көзбен атырып, бір-бірінің үйіне қонған, сыр шетіскен, айтқан сөздерін есіне түсірді. Сонда Шырай, ағаң мені қанша ұрып соқса да, басқа біреуге, ешкімге кете алмайды, дегенді жиі айтатын. Басқаларға мойын бұрмасын деп, өз күйеуіне өзі дуа жасайтындар бар екенін Ахилия бұрыннан естуші еді. Осы жағдай ойынан кетпей, басқа амалы қалмай, бақсы балгерлердің есігіне аралап кетті. Ойлағаны алдынан айдай келді. Бәрінің айтатыны бір жауап. Күйеуіне жасаған дуаның қуаты күшті. Біз қайтара алмаймыз. Енді Ахилияның бар ойы дуаның күшін жоятын адам табу. Әйтпесе, бас айналған ағасы бұлардың сөзіне сенбей, қатынын жақтайтынын балгерлердің өзі айтты. Әркімнен сұрастырып жүріп, көрші ауылдан сондай адам бар деп естіді де, дереу жолға шықты. Алдына кіріп еді, әлгі кісі болған жағдайдың бәрін өзі айтып берді. Тек бұл емес, ол сенің үйінің айналасына да бір уыс тұз шашып, дуамен жолыңды жауып тастағысы келген. Сіздерге тағы да орны толмас қиянат жасауы мүмкін, деп дуаның күшін қайтарғандай болды. Сапар жұмыстан келген соң, Ахилия ықыласты ертіп, ағасына барып, бар шындықты айтуға келді. Ал Сапар әдеттегідей Шырайдың шыбын жанын шырқыратып, сабаудан ары аса алмады. Ажырасып кетейін десе, бәрі кешеді. Арадағы баланы қимады. Оның не жазығы бар дейсің? Таңдаудан қателескеніне бармағын шайнады. Онсыз да 3 баласы шешесіз шын жетім еді. Енді тағы бір баласын тірі жетім еткісі келмеді. Ұлы ықылас енді Шыраймен бір шаңырақ астында тұра алмайтынын айтып, Ахилия әпкесінің үйіне көшіп барды. Айлар аунап, жылдар жылжып болған жайттар
Біртіндеп ұмытыла бастағанда, Сапардың әкесі дүние салды. Жаназасын шығарар күні, Шырай ғана қайын атасының қазасына қайғырып, жылай алмады. Бәрін білгіш қатындардың арасында атасына у беріп өлтірген де Шырайдың өзі-ау деген пыш-пыш әңгіме тарады. Мұның да өтірік шынын ешкім дәлелдей алмады. Ақгүл бой жетіп, теңін тауып тұрмысқа шығып кетті. Ал Шахназ әкесінің жолын қуып, тезірек біреуді тауып, етегінен ұстасам деген арманмен құлдықта жүргендей күндерін өткізіп жатты. Ықылас ер жетіп, үйіне келін түсірді. Шырай оны да сыйғызбай, баласымен бірге қайын сіңлісінің үйіне қуып тықты. Шырай Сапардың алғашқы некесінен қалған 3 баланы үйіне сыйғызбай жан-жаққа тентіретіп жіберсе де, ағайын туыстың алдында аяулы әже рөлін ойнаудан ешқашан шаршаған емес. Өмірде осындай безбүйрек, қара ниетті аналар да бар. Әңгіме өмірде болған оқиға желісімен жазылған. Оқиға ұнаса, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдырып, лайк басып, каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыз. Алда сіздермен бөлісер, ой саларлық оқиғаларым каналымнан көптеп шығатын болады.